АКШ президенті Дональд Трамп Иран порттарына шұғыл түрде теңіз құрсауын қайта орнату туралы шешім қабылдады. Ол Ормұз бұғазын Құрама Штаттар өз бақылауына алатынын жариялап, ол арқылы өтетін барлық жүк тасымалынан 20% баж салығын өндіруді талап етті. Трамптың мәлімдеуінше, бұдан былай бұғаз қауіпсіздігіне тек АКШ әскері жауапты болады. Осыған байланысты ол стратегиялық дәлізді күзетуге кететін шығынды халықаралық тасымалдаушы компанияларға төлетпекші. АКШ орталық қолбасшылығы алғаш рет заманауи теңіз соққы беру дрондарын қолданғаннан кейін жағдай күрт ушықты. Америкалықтар үш суысты ұшқышсыз кемесін пайдаланып Иранның сүңгуір қайығы мен Бендер Аббастағы әскери техникалық базасына соққы берді. Бұған жауап ретінде Иранның Ислам революция күзет корпусы Бахрейн, Иордания, Кувейт және Омандағы АКШ нысандарына зымырандар мен дрондармен жаппай соққы жасады. Парсы шығанағы елдерінің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері атылған снарядтарды белсенді түрде ауыздықтап жатыр. Ұлыбритания, Франция және Германия бастаған еуропалық елдер Техранны шабуылын айыптап бірлескен мәлімдеме таратты. Сонымен қатар Лондон Ислам революция күзет корпусын ресми түрде ұлттық қауіпсіздікке қатар төндіретін ұйымдар тізіміне қосуды жоспарлап отыр. Мұндай жедел шиеленіс маусым айында қол жеткізілген маңызды келісімді күйреудің алдына әкелді. Жаңа ірі соғыс қаупінен шикі мұнай бағасы шарықтап бара жатқан тұста халықаралық ара ағайындар бітімді сақтап қалуға барын салуда.